Сәлем оқырман. Бүгінгі видеода бауыр ауруларының алғашқы белгілері туралы айтылады. Бауыр бұл адам ағзасындағы ең үлкен без. Ол өмірлік маңызды мүше. Ол іш қуысында, диафрагманың астында оң жағында орналасқан. Ол зат алмасу процестеріне қатысады, ағзаны токсиндерден тазартады, ас қорытуды жақсартады, холестеринді, өт қышқылдарын синтездейді. Ол майларды, белоктарды, минералдарды, көмірсулар мен витаминдер жинақтайды. Денсаулығын сақтау өте маңызды. Ол үшін бауыр ауруларының белгілерін және олардың пайда болу себептерін білу керек. Бауыр мен өт жолдарының барлық патологиялары шартты түрде үш негізгі топқа бөлінеді. Паренхималық ағзаның негізгі қызметін қамтамасыз ететін жасушалардың бұзылуымен байланысты аурулар. Оларға мына аурулар жатады: цирроз, гепатит, барлық жаңа түзілімдер, киста, әртүрлі ісіктер. Екінші, гепатобилиарлы. Бұл дәрілік, токсикалық және инфекциялық шығу тегі бар өт жолдарындағы әртүрлі қабыну процестерін қамтиды. Бұл топқа сондай-ақ түтіктердің спазмы, бітелуі немесе ісіктердің нәтижесінде пайда болатын өт ағуының бұзылуымен байланысты аурулар кіреді. Тамырлы қан тамырларының жай күйіне байланысты ағзаның кез келген дисфункциясын айтамыз. Бұл классификациядан басқа да ауру себептері бар. Бауыр тіндері әртүрлі жағымсыз әсерлерге өте төзімді. Бұл адамның өзін-өзі қалпына келтіре алатын жалғыз органы. Осыған қарамастан қолайсыз факторлардың тұрақты әсері әртүрлі ауруларға әкеледі. Бауыр ауруларын диагностикалау кезінде ескерілетін аурулардың негізгі себептері мыналар болып табылады. Жарақаттар. Олар құлау кезінде, жұмыста, жазатайым оқиға кезінде пайда болады. Көзге көрінетін белгілер болмауы мүмкін және симптомдар ультрадыбыстық зерттеу кезінде кездейсоқ табылатын кисталар түрінде әлде қайда кейінірек пайда болады. Вирустық инфекциялар А, В және С гепатиті вирустары. Олар тіндердің қабынуын тудырады. Олар жедел және созылмалы түрде өтіп, кейіннен циррозды тудырады. Олардың ішінде ең қауіпсізі сарғаю деп аталатын А гепатиті. Ол созылмалы болып кетпейді және ауыр зардаптарға әкелмейді. Ең үлкен қауіп ұзақ уақыт бойы клиникалық көрінісін көрсетпей созылмалы түрге ауысатын және цирроз немесе қатерлі ісіктің дамуы қаупі бар В гепатиті. Паразиттердің болуы. Дәрілер. Дәрі-дәрмектерді әсіресе бактерияға қарсы, гормональды және саңырауқұлақтарға қарсы препаратты ретсіз қолдану өмірлік маңызды органның бұзылуына әкеледі. Улану. Қауіпті өндірістерде жұмыс істеу нәтижесінде улы заттардың адам ағзасына жүйелі түрде әсер етуі бауырдың зақымдалуына әкеледі. Ауыр металл булары немесе химиялық қосылыстардың реттік әсері бездің жедел некрозын тудыруы мүмкін. Бауыр жеткіліксіздігі орын алады. Нәтижесінде қалған сау жасушалар өздеріне жүктелген барлық функцияларды орындай алмайды. Уақыт өте келе өлі жасушалар дәнекер тінімен ауыстырылады. Бұл циррозға әкеледі. Алкогольмен улану. Қате диета. Рациондағы майлы, ащы, қуырылған және ысталған тағамдардың жоғары мөлшері өт шығаруды қиындатады. Бұл тоқырауға әкеледі. Нәтижесінде өт қабында да түтіктерде де тастар пайда болады. Генетикалық бейімділік. Іш пердесінде іріңді ошақтардың болуы. Бұл өт жолдарында жұмысына әсер етеді. Холангит немесе абсцесс дамиды. Ағзаның күйі мен жұмысына әсер ететін көптеген факторлар бар, бірақ олардың көпшілігі өмір салтына байланысты. Сондықтан адам өз денсаулығын сақтай алады. Енді бауыр ауруларының алғашқы белгілеріне тоқталайық. Аурудың белгілерін тану үшін бауырдың қай жерде орналасқанын білу керек. Оның пішіні үшбұрышқа ұқсайды. Аурудың бастапқы кезеңдерінде ешқандай белгілер болмауы мүмкін. Бұл мүшеде нерв талшықтары жоқ, сондықтан ауырсыну ұзақ уақыт бойы байқалмауы мүмкін. Ең бірінші белгісі әлсіздік, шаршау. Бірақ бірқатар басқа аурулардың да осындай белгілері бар екенін есте ұстаған жөн. Немесе олар шамадан тыс күйзеліспен пайда болуы мүмкін. Ауруларда бұл белгілер дененің интоксикациямен байланысты. Өйткені бауыр оның тартылуын жеңуді
тоқты. Сонымен қатар метаболикалық процестердің бұзылуы болуы мүмкін. Витамин, көмірсу және ақуыз. Ең бастысы дәрігерге дер кезінде қаралу керек. Патологиялық негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, бұл органның аурулары ұзақ уақыт бойы ешқандай белгілерсіз өтеді. Ауырсыну бауырдың ауыр зақымдалуымен көлемді ұлғайған кезде және ауырсыну рецепторлары орналасқан талшықты қабықты қыса бастағанда пайда болады. Бауырдың әртүрлі аурулары кезінде келесі белгілер пайда болуы мүмкін. Әлсіздік, жалпы әлсіздік, шаршау, оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, шырышты қабаттар мен терінің сарғаюы, зәрдің қою түсі, нәжіс, сұйық немесе сұр ақ түсті болуы, ісіктің пайда болуы, тамырлардың сынғыштығы нәтижесінде гематоманың түзілуі, шамадан тыс терлеу, жиі қан кету, таңертең ауыздан ащы дәм, тілде сары, жабынды және жағымсыз иіс болу, терідегі папула жану және қышу сезімдері, күрт салмақ жоғалту, іш қуысында веноздың өрнектік пайда болуы, оның көлемінің ұлғаюы, жиі бас ауыру, есте сақтау және ақыл-ойдың жоғалуы, гормональды сәтсіздік және жүйке жүйесінің дисфункциясы. Бауыр ауруларының белгілері бұлшықеттердің жансыздануы, саусақтар мен аяқтардың суық болуы, тырнақтардың сынғыш болуы, ақ жолақтардың немесе дақтардың пайда болуы. Гепатит пен цирроз температураның шамадан жоғарылауымен бірге жүреді. Оның мәндері 39 градустан жоғары болса, іріңді процесс дамиды деп күту керек. Жүйке жүйесі ұйқы бұзылуы мен апатиялық ағзаның нашар жұмысына байланысты токсиндердің арылуынан шаршаумен әрекет етеді. Аурулар ерекше модификациялар көрінуі мүмкін. Дермистің эктериялық түсі, ең алдымен шырышты қабаттар, көздің склерасы, тілдің төменгі беті, алақан, аяқ, бет, содан кейін бүкіл дене сарғыш реңге боялады. Әсіресе табиғи жарықта байқалады. Бұл процесс қандағы билирубин деңгейінің жоғарылауымен байланысты. Тері бөртпесі. Бауыр ауруларындағы бөртпелер келесі түрдерде көрінеді. Фурункулдар, дерматит, экзема. Бәрі ішкі ағзаның жұмысындағы функционалды бұзылуларға байланысты. Иммуноглобулиндерді синтездеу, улы заттарды бейтараптандыру қабілетсіздігі. Сонымен қатар көбіне іште көкшіл түсті жұқа жолақтар түрінде пайда болады. Бауыр ауруы кезінде дене қышуы, органның нашар жұмыс істеуі нәтижесінде эпидермистегі улы заттардың концентрациясының жоғарылауына байланысты. Іштің, жамбастың, білектің тітіркенген терісі тырналып, жазылуы қиын болады. Өрмекші веналар, ұсақ қан тамырлары, олар бетінде, мойында тағы пайда болады. Содан кейін бүкіл денеге таралады және цирроз белгілеріне тексерілу керек. Тері бозаруы, қоректік заттардың сіңірілуінің бұзылуы және гемоглобиннің түзілуіне арналған ақуыз мөлшерінің азаюы анемияға келеді. Бауыр ауруларында терідегі дақтар, олар шап және аксиллярлы аймақта пайда болады. Пигментация қола тәрізді болады. Егер өзіңізден жоғарыдағы белгілердің бірін байқасаңыз, жедел дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Егер осы белгілерді жақындарыңызда да білгенін қаласаңыз, видеомен бөлісе отырыңыз. Бұл арнада басқа да пайдалы видеолар бар, сондықтан міндетті түрде жазылып алыңыз. Деніңіз сау болсын.